Ағасы, кешіресіз, келесіде келесіз, жарай ма? Жақсы бір рет болған. Қалай қыздар, молодцы. Жүрістерің сұлу болсын. Күлқайша, сен жүрісіңді түзе. Лола, сен тым городскойланба. Айба, Рания, сен көп жылапсынсы бірденесін бүлдіріп алма. Айба, сен ауылды көп айтып лағып кетіп жүрме. Жетада түгенде бұл сұрап құрынба. Жарай ма? Бәріне тағда айтарым. Қылық, обаяние. Самое главное обаяние. Үлбіреп тұру керек. Міне бұлай. Енді құндар ма? Жарар. Келе жатырған нешеу өзі? Төртеу. Қалай таңдаймыз? Таласпай, тартыспай, бір-бірінмен ұрыспай танысасыңдар. Сендер емес, олар таңдайды. Көздерің бар, көресіңдер. Жеңеше, маған соның біреуі де бұйырмайды десеңші. Өй, осы сен қоймайды екенсің. Мына заманда спортсмен дұрыс қой деп өліп жүр. Рас па жеңеше? Рас. Мен олай осылай да алмайтын болсам, мен неге спортивкімді киіп бермейді? Кәдір! Тұра тұр, осы киімін дұрыс әзірше. Барма ешқайда. Жеңеше, мен бір түрлі терлеп, кепшіп тұрып, сол біреуіне өзін тие салшы. Қайда барасыз? Тұр. Өй, тие сал дейді ғой маған, адам көрмеген. Мені кім алады? Мына жаста. Несіне қорқасыңдар? Сейіп алмайсыңдар ма? Пантера болу керек, пантера! Жарайды, шуламандар. Өздері де келді. Келді өздері де. Ой, айналайындар, көйлеріңдер. Келіңдер. Тура минуту дәл келіңдер. Не деген тазалық, не деген дәлділік десеңші. Бұл бұждан уақыт жоқ, жегеше уақыт жоқ. Маған қайсы бұйырайып тұр, қанеке қайсы маған? О-хо-хо! Мынау сізге Көпбай Базарбайұлы. Бірден маған ба? Әрине. Түр, не деген жүріс. Рахмет. Гуля, ойба! Жүрші бітім. Үйреніңдер, қыздар, үйреніңдер. Праздником! Это вам отчет. Спасибо. Көп рахмет. Лалита. Сәлеметсің деме құдіретұлы киіріп салды. Айбат екенсіз. Мына бір сыйлығымды қабылдаңыз. $500. Міне, рахмет. Тұрып қалғандай болып қой, жүріп. Жүріңіз. Ассалаумағалейкум. Әпші? Саламатсыз ба? Менің атым Жания, басым бос, жалғызбын. Жалғызбы деген жаман сөз айтпаңыз айналайын. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Адам ата қауырдан тараған ұрпағына жалғыздық жараспаған айтқанымыз. Не дедіңіз, альхамдулиллаға? Ислам сөзімен қошемет білдіргеніне рахмет айналайын. Тоқтаңыз. Мынау бір уақыт тапшы заман ғой. Намаз уақытын жақындап. Уақыт деген сұрақ қойуға әсте болмайды. Менің мұнда не себеппен келгенім бір өзіңе еді. Сондықтан сен де көкірек көңілдеген еш жасырма. Мен бәрін көріп тұрмын. Не дедіңіз, альхамдулиллаға? Менің атым Шайқы, толық атым Шайқ Ислам Бердіқожаұлы, Хафизинтегі. Ислам жамағатында жүргеннен биыл екінші. Шайқы? Иә, Шайқы. Неге шошының айналайын? Біз былай істек айналайын. Сіз еш қысылмаңыз. Менімен бірге намаз уақыты намазға шығыңыз. Мен сізге бәрін үйреттім. Міне былай. Раз, два, три. Раз, два, три. Еш қиындық жоқ. Мен сізге бәрін үйреттім. Мен қорқам. Бұл бір түрлі ыңғайсыз ғой. Ештеңеден қорықпаңыз, қысылмаңыз. Міне қарама. Менімен бірге намазға шығыңыз. Раз, два, три. Раз, два. Мынау мені сүйіп алды! Ойпырмай, жарасымдыға келіскен жастар айды сенші. Жеңеше, Жания жаман бала емес көрінеді. Рұқсат болса, Жания өзімен бірге намазға шықсам ба деймін. Бүгін қалай болар екен? Келесіде шығарсың.
сен өзің намазыңды қаза қылмай дастарханға жеп, біз сені күтіп жатырмыз. Болды. Алла, таңғы намазымды қалған намазымнан қалдыра қой. Жаман бала емес көрінеді. Ағасы, Бүгін жұқпасам басқа күн жұқармын. ағасы, намаз оқысаңыз ана жақтағы жеке бөлмеге жүрміз. Жеке бөлме деймісің? Иә. Атыңды ма айналайын? Айбат, Айбат, Құранның сөзі Құран. Дәретің бар ма айналайын? өлә, не істейін деп едіңіз? Дәретің болса, дұрыс бала болған ма айналайын? Өлә, ағасы, мен қай жағынан да тазамын. Ауру сырқаудан саумын. Аурумын деймісің? Ауру емес, ару, мисс Казахстана. 2014. Айналайын, ауырғанға талай жыл болса, мен әдемдеймін. Сен алдымен дәретіңді алып кел айналайын. Мен қалған өзім үйретем саған, жарай ма? Ағасы, сіз не деп тұрсыз? Мен қанша рет дәрет тапсырам? Дәретін тапсырып таусылды ғой мен уже. Өлә, ятай не дейді? Мынау мен визиткам айналайын. Хабарлас. Берген. Ой, бұрмай, қайдым-ау, не болды соншама? Я ойласын көрдік, болмайды екен. Не Басқасы. ма? Онда қайсысы? Ана, мінезі оңбаған ба бірдеңе ғой ана. Құрсын ойбай. Жаңағы, молдамен ұзақ сөйлескен бар ғой. Соны жіберіңізші маған, соны жіберші. Қыз басы қашанда бағалы, молданы қайтеміз. Ол занят. Жеңеше, когда казахи гуляет, деньги роль не играет. Міне. Қайдым-ау, білесің-ау, кімге көз тастауды? Қазір. Атыңыз қарындас? Жания. Жания, бәрекелді. Мен қазір қарындас, күте тұрыңыз. Алло, товарлар жетті ме? Неше вагон? Жақсы. Сен былай істе. Мені қазір Қытаймен тоқтатта, Ресеймен немесе Германиямен қосыңдар. Айтпақ, шотқа қанша аудару керек? 10 миллион. Бәрекелді, жарайды. Ертең шотқа түседі. Жақсы. Жан, атыңыз әдем екен. Мен де сол баяғыдан бері өз жанұямды таба алмай аласұрып жүрген жанмын. Күнделікті бизнес. Анау-мынау басқаға көңіл бөлуге шама жоқ, яғни уақыт жоқ. Өзім есептің адаммын. Екі жердегі екім, қашанда төрт. Маған дегенде сіздің есебің дұрыс болса, менің сізге дегенде есебім дұрыс қарындас. Қарындас, егер сіз қарсы болмасаңыз, таныстығымыз бүгіннен басталады. Сондықтан да сізді өзіммен бірге Амстердам қала кетсем бе деп. Оған қалай қарайсыз? Шетелге ма? Бірден? Әрине. Енді қашан? Көрдім, ұнадыңыз, ең бастысы сол. Маған бір түрлі ыңғайсыз болып тұрғаны. Қарындас, ыңғайсыз ештеңе істе жоқ. Сіз маған ұнадыңыз. Мен айттым ғой бағана сізге, мен бизнестің адамын. Басқаға көңіл бөлуге уақыт жоқ. Бәрі халықтың қамы дегендей. Кешіріңіз, қандай бизнес түрімен айналысасыз? Міне, бизнес болғанда Решка ауыл шаруашылық корпорациялар қоғамының ұлттық өндіріс тәсілдерінің кеңейтілген жобадағы ашық сауда ұйымының Евро-Азия бірлестігінің қор биржасындағы New Consolidated палатасының вице-министр президенті Көпбай Базарбайұлы. Мынау сізге қарындас. Қаншама атаулар, тіптен басым айналып қайтқандай. Ұғынық кетіп қайтып айтыңызшы. Решка ауыл шаруашылық корпорациялар қоғамының ұлттық өндіріс тәсілдерінің кеңейтілген жобадағы ашық сауда ұйымының Евро-Азия бірлестігінің қор биржасындағы New Consolidated палатасының вице-министр президенті Көпбай Базарбайұлы. Жаңа бір вицесі бар еді ғой. Қарындас, мен Евро-Азия бірлестігі бойынша министр, ал New Consolidated палатасы бойынша президентпін. Президент? Онысы тамаша екен. Айтпақшы қарындас, келісіміңіз содан кейін баратын болдыңыз ба? Мен ойланайын, қанша деген бұл менің тағдырым ғой. Қарындас, ойланғанда бұлай, сізде уақыт болғанмен, менде уақыт тапшы қарындас. Қанекей, саусағыңызды көрсетіңізші. Қанекей, опа, 15-ші сақина, тамаша. Размерді не істейсіз? Жігітке бәрі керек қарындас. Қанекей, мен сізді жайлап размеріңізді өлшеуім керек. Қанекей, ашма қарындас, мен қанекей. Опа, 96-90. Бәрін дәл тапқандай ұстағасы. Қарындас, сонымен келісіміңіз? Мен ойланайын.
жанайын ағасы. Айтпақшы қарындас, сіздің шетелдік паспортыңыз бар шығар, Оны бізге кім беріпті? Жарайды ендеше. Маған қазір жеке куәлігіңіз бен пұлын жартылай бере тұрмыз. Қалғанын өзім реттеймін. Келістік қой. Жарайды ағасы. Қарындас, сіздің айтпақшы дұрыстап танысып отырайық. Әке-шешеңіз қай жақта? Руыңыз дегендей? Елім ана жақтан, ал руымды білмедім. Қалай сонда? Өзіңнің әке-шешеңнің қай рудан екенін білмейсің бе сонда? Мен балалар үйінде тәрбиеленгенмін. Балалар үйде. Не, ұнамай қалдым ба не? Жоқ, ұнағанда қалай. Айтпақшы қарындас, мына сыйлық негізі жеңгеге арналған сыйлық еді. Қарындас, ренжімеңіз. Бай-бай. Қыздарыңыздың есі дұрыс емес пе бірдеңе қону? Бірден қарап тұрып, әндет біткеннен шошын. Есі дұрыс. Сау бала, жөнін көрген. Қайдам, білмеймін, есі дұрыс емес адам. Оның үстіне өзі тұл жетім ба бірдеңе қону? Ойбай, басқара. Ол жетім болғаны жақсы емес пе? Тойында, құдалығында арзанға түседі. Ойбай, жеңеше не айтып тұрсыз? Ойбай, жеңеше не айтып тұрсыз? Бұл деген менің карьерамның тұңғыш баспалдағы емес, бұл деген мен үшін карьера. Жеңеше, менің тойым деген 2000 адамдық үлкен ресторанда өту керек. Bir жағында өзімнің туыстарым болса, екінші жағында қайын жұртым болу керек. Арақ шарап, ішілмеген арақ шараптан басқа қаз-қарта, жалжая, ет, сорпасымен барлығы көлік өсіріп алып төгіліп жату керек. Бұл деген менің карьерамның тұңғыш баспалдағы. Ой, жеңеше, неге түсінбейсіз? Бұл деген мен үшін. Жеңеше, ойбай, жаңағы сіздің сөзіңізге сеніп, жаңағы тұл жетімді алғанда не болады еді? Ойбай, өлім қолына, өлім жеңеше, ойбай. Ой, сендерге осы не сынайды? Онда ана екі товардың біреуін көр? Ойбай, жаңағы гулясы көрдік қозын. Өзің ес дұрыс емес пе, бір бәле ұшыратып екен өзінің. Күлқайша, ойбай, масқара. Мен ондай бір түрлі атпен ұзаққа бармасын. Түрі болса анау, аты болса мынау, ойбай, масқара. Онда айбатты көр? Айбат. Бұл да бір елестімеген ескі атпа қандай өзі? Ой, осы сендерге не ұнайды? Атын қайтайын деп езіп шемісің. Затын айтшайш, қызға бергісіз қылықтарын айтшайш. Хай десен әнін, вай десен бейін. Осыдан артық не керек? Балаңды тауып, тамағында пісіріп, өзіңді бақса болды емес пе, а? Ой, жеңеше, мен сізге қашан қайтам? Маған қатын емес, карьера керек деп, карьера болды, неге түсінбейсіз? Кім, мен сені жақсы білем ғой, қайдан келіп, қайдан шыққаныңды. Карьера дейсің, базардың төрт бұрышында төрт дәретхана ұстағаннан мәссің. Қайдағы карьера? Дәретхана оғанда, жеңеше, біз келісіп қой, жеңеше. Сіз білмейсіз ғой, менің дәретханам деген қаладағы 6 мұғалімнің 6 жылға алар айлығынан көп, табысым өте көп менің. Және де қаладағы 4 дәріс ататын дәріханадан барлығынан менің табысым көп. Менің табысым деген әр қазақтың құйрығынан құйылып тұрған тірі доллар. Неге түсінбейсіз жеңеше? Абай атам айтқандай, есектің құйрығын жусаң да ақша тап деген. Иә, Абай атам айтқандай, адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боласын бөлсен тағы. Менімен сен теңбе деп мақтанасың. Білімсіздік белгісі ол баяғы деген Абай атан. Қатын алма қайнал, жақсы көрер досыңның атын алма тайын деген Ибрахим Құранбаевич. Иә, саулы деп, малды деп байдан алма. Кедей қыз арзан деп құмарланба. Ары бар, ұяты бар, ақылы бар. Ата-ананың қадірінен қапыл қалма деген Ибрахим Құранбаевич. Міне былай. Бұл жерінде Ибрахим айтты ма? Бұл жерін қалай мен естімегем. Жеңеше, жарайды, әйбатты көрейікші, әйбатты. Болды, содан кейін сұрамайын. Әйбатты жіберіңіз ба? Соңғы товар, қапы қалма. Жарайды, келістік, әкел қолды. Мә, әкел. Соңғы товар, бар болашақ жарына айырылма. Анушка! Әйбат болса, Thank you.
көшейік қарындас. Қанекей танысайық. Аты жөніңіз, еліңіз дегендей. Әкеңіз бен шешеңіз бар ма? Өлә, ата-анам ауылда, елім қазақ, рушылдық тепкен адаммын. Жасым жас, басым бос. Жігітпен соңғыштан соң. Дегенмен, 6 атамды атап, 7 атамды жіпке тізіп бере аламын. Әкем аты Ғалиасқар әкесі Көлбай әкесі Құлқайнар әкесі Әпетек әкесі Кәмәләди. Өзім супер жаңа қазақ, іздегенім асыл киім, тамақ. О, жаңа қазақ болғаныңыз жақсы болды, қарындас. Мен де сізбен дұрыс таныспадым білем. Мынау менің визиткам, қарындас. Ірі ішкі ауыл шаруашылық корпорациялар қоғамының ұлттық өндіріс тәсілдерінің кеңейтілген жобадағы ашық сауда ұйымының Евро-Азия бірлестігінің қор биржасындағы New Consolidated палатасының вице-министр президенті Көпбай Базарбайұлы. Өлә, білуімше, ауыл шаруашылар екенсіз ғой. Мен де ауылдан Айба. Ауылда туғанымызбен шетелде қалыптастық, қарындас. Амстердам дейсіз бе, Америка дейсіз бе, Канада дейсіз бе, Шпицберге, Қарақас, барлық жерде өстік, қарындас. Шпицберген қанатты еді Қарақас. Ана батыс олсан екенсіз ғой. Әрине. Мен де сол жершілдіктерден адал адаммын, қарындас. Екі жердегі едім, қашанда төрт. Маған дегенде сіздің есебіңіз дұрыс болса, сізге дегенде менің есебім дұрыс, қарындас. Өлә, ағасы. Менің де есебім ауылдан тұрады. Өмірімнің өлшемі тек 5 болса екен деймін. 5-пен өмір сүргенге не жетсе екен деймін, ағасы. Сүрер өмірім сүрінбейтін 5-терден тұрса екен деймін. Ағасы, мен де бір жұмбақ жанның деймін. Жанымның жүрегі тек 5. 5-тен 3 алсам несі? Қарындас, жұмбағыңыз тым ауыр екен. Енді 5-тен 3-ті алсақ, 2-сі кем, қарындас. Өлі, ағасы, үніңізді шығарыңқырап, бұлай дауыстап айтыңызшы. Қарындас, 5-тен 3-ті алсақ, 2-сі кем, қарындас. Өлі, дұрыс. 5-тен 3-ті алсақ, 2-сі кем. 2 дегеніміз ол сөз бен мен қарсы емеспін, қашан? Қашан, қарындас, мен дайынмын. Қашан болса қашан, бүгін болса бүгін, ертең болса ертең, қарындас, қашан болса да. Ойбай, жеңеше, ойбай берген, жеңеше, ойбай берген. Ойбай. Көрмейсіз бе ала сұмдықты, ойбай, жеңеше. Не болды? Жай, Анушка, жай. Ойбай, жеңеше. Жан даусын шығып, не болды соншама шошынып? Ойбай, жеңеше, сұмдық қой мынау, сұмдық. Қашан көрсем де осы қыздарыңыздың әнмен бей дайын тұрады екен әйтеуір. Ойбай, сұмдық қой мынау. Қазіргі жастар осындай. Мінезі артымақтай, хай десен әнін, бай десен бейін. Мінезі жылқы мінез. Айғай шықса ала қашар. Өзін еркекпісің, жоқ әлде жүргекпісің, а? Жоқ, билегендер жақсы, бірақ дәл осылай емес қой енді. Басқа жағып билемеймін. Уақыт жоқ, табарас, уақыт лимитім бітті. Түсіндім, жеңеше. Түсіндім, болды, барлығын түсіндім, болды. Түсінсем болды. Әкел болды. Әйбат па? Жоқ, әйбат болғанда ойланайын, жеңеше. Ойланайын. Ең соңғыда бар, қапы қалма. Жарайды. Болды, келістік, жеңеше, болды, келістік. Жарайды, әкел болды. Бар болашақ рабына, айырылма. Ірі ішкі ауыл шаруашылық корпорациялар қоғамының ұлттық өндіріс тәсілдерінің кеңейтілген жобадағы ашық сауда ұйымының Евро-Азия бірлестігінің қор биржасындағы New Consolidated палатасының вице-министр президенті Көпбай Базарбайұлы. Чего? Базар? Что за базар? Қарындас, Көпбай Базарбайұлы. Кімге бай? Сізге тағы. Маған? Без тебя тут бай хватает. Бай тоже мне тут. Қарындас, Көпбай Базарбайұлы. Thank you. Уйди отсюда, не морочь голову. Уйди отсюда, не морочь голову. Тоже мне бай? Лучше бай, маэстро!
Тамақ пісет. Кел, жөндеп танысайық. Как настоящее имя? Менің атым Әбішкүр. Әбішкүр менің атым. Жеңгелерім еркелетіп, Әпчан деп атаған. Айтпақшы, атамның қойған аты бар. Атам мені тұңғыш көрген немерем ғой. Атам Әпчуым деп, Әпчу атаған. Әпчу! Ты что, Алик? Так же нельзя. Апшур, Апчу, Апчуку. Мен тек Алик дейінші. Договорились? Ей, Лола, Алик демеш. Алик деген ол біздің көршінің иттің аты. Одан да мені Әпчу де сол аттың өзіне қаттымайды. Апчу? Как это понять? Бә, саған қалай есімде? Әкетіп понять болғанда ол. Ана әлгі кішкентай бала болмай ма? Кішкентай бала болып жаңа... Қазір. Ой. Жоқ. Міне. Кішкентай бала болады. Әпчу! Міне атар Әпчуым деп атам мені Әпчу атаған ел түсіндім ғой. Бақырайып қарап тұрмын. Алик, как фамилия? Фамилиям Американов. Ты что, Алик? Вы американец? Это же круто! Жоқ, Америкадан емес. Мен өзім Ресейде туылғам. Мына орыстар өзінің тіліне ыңғайлы етіп, документке Американов деп жазып жатыр. Қазір. Міне, документ Американов апатитері Әмірханов Әбішкүр деген мен. Әбішкүр деген атымды атам қойған. Тағы жеңгелерім Әпчан деп еркелетті деп айтты. Атамның тағы бір қойған аты бар, ауылдағылардың бәрі солай атайды. Әпчу деп атайды. Енді түсінген боласың, ола. Қандай керемет! Апачи американ. Мировой! Ты гений! Сен мені аласың ғой да? Аласың. Потом екеуміз Америкаға барамыз. Аласың болғанда бірден болмайды. Сен атам көру керек. Как көрет? Это зачем? Көрет дегенде барлығын қазақша істеу керек. Ең бірінші сені атам көреді. Содан кейін барып көршілер көреді. Содан кейін барып ағайын туған туысқандар көреді. Очередпен көреді, бәрі. Как это? Ата көрет, сосед көрет. Өзің көрдің ғой, мен көп көргенге шыдамайым. Шыдамай болмайды. Барлығын қазақша істеу керек. Мен жаңағы айтқан Ресейден келсем де қазақшаға сайрап тұрмын. Сен ауылға келін болып бару үшін қазақша үйреніңдер. Тіліңді сындыру керек. Қазір мен саған... Қазір. Мына кітапты оқытса. Мынаның ішінде қазақтың мақал мәтелдерінің барлығы бар. Сен көбіне, Лола, көбіне ың, ғы, ө, қы деген әріптерді үйреніңдер. Содан соң қазақтың мақал мәтелдерін жатта. Әсіресе ауылға келін болып барсаң, мына сөздер жаттап ал. Қайыршы, қоқаңдама, оңбаған, өсекші, өтірші деген сөз жаттап ал. Болды, мен сені аламын. Келістік па? Мен шақырып жатыр, мен кеттім. Пока! Бүгін жұма, өнегелі ой, ғибадатты сөз айтамын. Өзің уыздай жас қыз бала көрінеді екенсің. Ағамның Құранға бергісі жақсы өттерін айтсам, қабыл алар ма екенсің айт? Оқып жатсың ба? Оқы. Оқыған жақсы әмін. Білуімше есімің Лола болады. Дінде Құранда 114 сүре 6388 аят 77439 сөзімді өзіңе арнасам, қабыл алар ма екенсің айналайын? Чего? Өсекші, өтірікші, қайыршы, оңбаған, қоқандама. Ясно тебе? Goodbye! Астафиралла. Сақла. Дәреті жоқ бала ғой. Тауық құс емес, қатын құс емес деген осы да. Айналайын, бір сәтке тоқташы айналайын.
Мен бе Молдеке? Иә, айналайын. Рұқсат болса, мынау өтіп бара жатқан намазың қаза болайын. Көңілің қош көрсе, дәретіміз жылысу дайындап, елмен бірге намазға жығылсаң қалай болар? Есімің де жақсы екен, Гүлғайша десе Гүлғайша. Нағыз қазақтан. Қолыңды берші айналайын. Жүрегіңді көріп тұрмын. Бүгін жұма ғой. Әкеңе, апаңа, артынан ерген асықтай алды бауырың бар екен. Оң жақсаңда қал бар көріп. Қал деген Құдайдың нышаны айналайын. Көріп тұрмын айналайын, көріп тұрмын. Жүрек тұсына жұдырықтай жұмба қойды қара гүлді бесқарым. Міне, ұстадым айналайын, ұстадым. Өй, әрі! Немене соншама? Айналайын деп айналып баратсың ғой. Неге сонша тесілдім айналайын? Не, мен білмейді деп едің? Оң жағымдағы қалмаден ана жеңешем күн көздің саған айтып бергенін, қанша бауырым бар екен, бәрін сол бәрін бүлдіріп саған айтып жүрген. Керім көрдің бе? Молдеке, не қор болып жүрсің? Әкеш қолды. Тұр! Мынауымыз ұят болады. Менің қара күшім бойында тасып тұрғанын көрдің ғой. Мені қайтесің. Сен одан да маған батаңды бер. Ай, бәсе. Ақылың бар бала көрінеді екенсің. Бата! Берейін. Жай болу. Батам батпасын. Батам мен құсап жатпасын. Еңкейгенге егістап, тоңқайғанға тоғыстап, көп ұзамай Гүлғайша өзін сүйген жігіт бар. Әмин, Молдеке айтқаның келсін. Еңкейгенде егіс тауып, тоңқайғанда тоғыз тапсам, өзім-ақ чемпион боламын. Абайды ар жағында өзім де тауып аламын. Әрине табам. Молдеке, сен одан да өзіңе сай, мінезі жұмсақ, жаныңа ие болсаңшы. Әне, дәрет суыңды дайындап, күтіп отыр. Рас па? Рас! Гулечка бар. Ер азаматтың ханындай, жігіттің сұлтанындай керім сал келіп тұр. Қыпша бел, Гулечканың да өнеріне көзін сал. Хай! Өте керемет жаным. Осы өнерді бойыма сіңіріп атсам да құт болар еді, жаным. Тағы да әнді дейін бе сән? Жоқ, жаным керек емес. Жарайды. Сонымен жігітім, қай жақтан боласыз? Ана жақтан. Ана жағы қай жақ? Корей ме? Жоқ, ана жақ. Монғолия? Ауғанстан? Жоқ, ана жақ. Айтсаңшы енді қай жақ? Аты бар ма? Аты жаман жақ. Басыты, аяғы ие. Басыты, аяғы ие. Түрме. Немене? Түрме. Айттым ғой осы маған қай бір денісі дұрысы түсетін еді? Кличка. Кличка Кудря. Кудря. Статья. Байқымай айы зорлап дегендей жан. Не деген керемет? Кел онда кірісейін. Жоқ, керек емес жаным. Жоқ, айта көрме жаным. Жігіттер ай. Қатын ала алмайсыңдар. Алсаңдар баға алмайсыңдар. Жарайды, қайтеміз енді. Нең бар тағы? Жаным, саған арнағаннандай бір сыйлығым бар, қабыл ала көр. Жаным. Мынандай да өнерім бар де. Тағы қандай өнерің бар? Құдіретұлы керім салмы.
Салмын? Салында ортаға өнеріңді. Салам? Көрейік. Салам. Ресторанға бардым, арақ ішіп алдым, біреудің басын жаздым. Ана, түрме деген қиын, ашиды миың, сағынның ой өзіңді мен, ана. Керім Салмау. Әліңде бір өзің сияқты бірдем екен ғой. Жарайды, қайтеміз енді. Жігітім, қалайсың күреске? Жүгірем, тоғызын балақ шашып Қандай кетегенде. өнерлерің бар? Күлекке бір оңашалау жерге кетсек, жылқы баласы кісінескенше, адам баласы түсінескенше дегенде жаным. Сонда қайда? Анау түрмене ма? Жоқ, ер жігіттің басына не кетті, не кетпеді. Басаман болса тақия тапқыр жаным. Қыртқынды іш. Бір басыңа жетерлік қыртың бар екен ғой. Тағы айтар қандай маған әжім бар. Бір сөз айтсам ренжімейсің бе жаным? Ренжімеймін. Біздер ана жақта әйелдерді үш топқа бөлеміз. Холодильник, комбайн, кісірекс. Холодильник дегеніміз суық әйелдер. Кісірекс дегеніміз тып-тыныш отырады. Комбайн дегенімізді бәрін атқардыңдар. Айна қатес жеткізіп тып-тыныш отырады. Ал мен мына бітіңізге қарап сізді басқа бір затқа теңелген деймін. Жарайды, теңеуіңді сосын айтарсың. Сен біздерді үш топқа бөлсең, біз де сіздерді үш топқа бөлеміз. Алдымен болгарка, топор, швабра. Болгарка дегенің розеткеге шнурын тықсаң, бір қосылғаннан тоқтамастан жұмыс жасайтындар. Ал топорың кәдімескі балта, бір ақырытты айырып тастайды. Ал швабраң жылан жалағандай дымыңды қалдырмайды ғой. Сонымен әңгімеңді жалғастыра бер. Мен қай топқа жататын болдым? Мен адам танысам, сіз микроволновка қолға келсесіз. Түртсе болып түк қалдырмайтын деп түрім бір жаным. Қуаттық вольтың жоғары. Сол қуаттық вольттың жоғарына лайықты болатын вольттың табылмай тұрғандығы. Сен қалай қарайсың? Соған шамаң жете ме? Жетеді жаным, жетеді. Күндіз 240, түнде 240. 360-тай қуаттық вольтың жоғары жаным. Жаным деп үзіліп барасың ғой. Сен айтарыңды айтып болсаң, енді бір менің шартым бар. Бір жұмбағым бар. Егер сол жұмбағыңды шеше алсаң, екеуміз жұп atan аламыз. Келістік пе? Келістік жаным. Айт. Ендеше тыңда. Әрі! Егер бұл күн дүйсенбіден кейінгі немесе бейсенбінің алдындағы демалыс күн болмаса, ал ертең арғы күні сәрсенбі болмаса, бұл қай күн? Жұмбағың нағыз қазақы жұмбақ екен. Ойланып көрейін жаным. Ендеше саған ойлануға уақыт керек болса, сол жұмбағыңның шешімін тапқанда осы жерден табыларсыз. Әкел қолды. Ой, Алла, қолмай. Ой, бәленің қолын қатысынай. Ой, айлығымен үйін сұрамаппын ғой. Жеңеше! Жеңеше, мен бүгінгі кештің шешімін тапқандаймын. Айт! Менің көңілім шындығында сізде, жеңеше. Не дейін? Сен менен жаным-ау, сен менен неше жас кішісің? Махаббат жасталғымайды, үлкен кішіге қарамайды, жеңеше. Бір көргеннен. Бір көргеннен? Бір көргеннен. Күлғайшаны не істейміз? Күлғайшаға жауабың әзір. Шеше алмадың деймде. Ой, бірмай, мен не десем екен? Ол шыныменен бір көргеннен бе? Бір көргеннен не нәрсенің аяқ астынан болған жақсы. Осы сәтті 40 жыл күтпедім бе, жеңеше? Ой, бірмай, жүде қаралай терлеп
жеңеше. Баршы. Тамағына бұранның тіреп тұрған айтсам ба жеңеше? Бар дейін. Аналар көрсең ұят болады. Ертең ба жеңеше? Ертең кешке жеңеше. Жеңеше. Міне ағайындар, ар жағы не болды деп ойлаймысыздар? Бәрі ойдағыдай. Тек Нұрғайшаның ғана жағдайы келіспейді. Мынау жазылу билеттері ертең той болғанда да үлелі той. Лолита Әбчәр. If I had to live my life without you near me, Айбат пен Көкбай. be empty. The nights would seem Жанұя мен Шайқыслам. you I see forever. Oh, so Және Толым апамыз бен Қотан I've ақсақал. been in love before. Одан кейінгісі күлім көз бен керім сал. Жаным сол. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to. Еңкейгенде егіз, тоңқайғанда тоғыз тапсам, өзім-ақ чемпион боларым. Албайды, өзім де табам. Сен кеткелі бері жаным, бақыттылардың бәрін қызғанамын. Неге сені сағынамын, түсіндірші соны бағым. Қарсы қойғандай ма бәрін, бізге бәрін. Сен кеткелі бері жаным, бақыттылардың бәрін қызғанамын. Сен кеткелі бері жаным, қызғанамын.